Сәлем достар. Жетісудың Інжу Маржаны Көлсай көліне барудың биылғы жазда маған сәті түсті. Мен сіздерге осы Көлсай көліне барудың жолдары туралы, оның қызметінің бағалары туралы және Көлсайға барған сапардың қызықтары туралы айтатын боламын. Сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып, менімен бірге болыңыздар. Негізі Көлсайдың өзі төменгі Көлсай, орта Көлсай және жоғары Көлсай болып үшке бөлінеді екен. Осы Көлсайға бару үшін екі жолы бар: турмен бару немесе турсыз бару. Біз достарымызбенен машина жалдап алдық, ал турмен баратын болсаңыз уақыт шектеулі болады. Таңғы сағат 5:30-да шықтық. Себебі Көлсай көлі Алматыдан 330 шақырым жерде екен. Жүргізушіміз бізді 4-4,5 сағатта бұйырса алып баратынын айтты. Терезеден Іле Алатауының сілемдерін көріп, тұмса табиғатты қызықтап біраз жүрдік. Тау-тасты артқа тастап, Көкпек жазығына да келіп жеттік. Көкпекті жазығына келген уақытта тарихшы ретінде менің ойыма бірден Ойрантөбе шайқасы сап ете түсті. Бұл жерде Райымбек Батыр бабамыз жоңғарларға қарсы күрескен жер осы Ойрантөбе еді. Ойрантөбеде Райымбек Батыр бабамыз сарбаздарыменен бір ай бойы шайқасып жеңіске жеткен болатын. Көкпекті жазығында Ақсу ауданы әкімі Аян Айтжанов орнатқан деген ескерткіш тақта тұр. Онда Ойрантөбе, Райымбек Батыр сарбаздары Көкпекті жазығының шайқасында үлкен жеңіске жетті деп жазылған. Әрине біз батыр бабаларымыздың ерлік істерін ұмытуға тиісті емеспіз және оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізуге де міндеттіміз. Көлсайға жақындаған сайын табиғат әсемдене берді. Жасыл желекке бөленген тау бөктерін қызықтап тамашалап, Саты ауылына қалай жеткенімізді білмей қалдық. Саты ауылы Көлсайға ең жақын 15 километр жердегі ауыл. Бұл тау бөктеріндегі кішкентай ауыл екен. Туристерге қызмет етеді. Бұл жерде қонақ үйлер бар және қонаға келген адамдарға жалдайтын үйлер бар. Саты ауылына біз соқпай үстімен өте шықтық, себебі біз қонаға келе жатқан жоқпыз, біз бір күнге ғана келе жатқан болатынбыз. Саты ауылынан өткеннен кейін экопостыға да келіп жеттік. 2007 жылға дейін Көлсай көлдеріне адамдар ашық түрде өте беретін болған. 2007 жылы Көлсай көлдері мемлекеттік ұлттық табиғи саябағы құрылғаннан кейін аймаққа ақылы түрде өткізетін болған. Бұл жерде біздер үлкен кісіге 845 теңге төледік, жеңіл машинаға 200 теңге, газель машинаға 645 теңге алды. Бұл жерде ескеретін тағы бір жағдай: ақшаны наличкамен төлеу керек, себебі Көлсай көлдері саябағына кіргеннен кейін интернет ұстамайды. Осыны ескеріңіздер. Көлсайға да жеттік. Аспанмен тілдескен Алатау. Табиғаты қандай тамаша дейсіз. Көлігімізді тұраққа қойып, асымызды ішу үшін ағаш үйге қарай беттедік. Ағаш үйге 1 сағатқа 5000 теңге ақша төледік және сол жерде жақсылап тамақтанып алдық. Тамақтанып болғаннан кейін Көлсайға төменге түстік. Жоғардан төменге қарай асфальт жол төселінген, күн шайдай ашық, ешқандай жаңбыр жауған жоқ. Төменде фотографтар фотоға түсіріп жатыр екен. Мен де ескерткіш болсын деп фотоға түстім. Қолыма бүркіт ұстап, басыма тымақ киіп фотоға түстім. Бұл фотоның бағасы 2000 теңге. Қайта фотоға түсірумен және видеоға түсіруменен әуре болдым. Себебі мынандай тамаша табиғат ертегі әлеміне бастап бара жатқандай болды. Бұны тек қана суретпенен көру емес, көзбенен көру бір ғанибет. Төменге ағаш баспалдақпен және тас баспалдақпенен төменге түстік. Міне Көлсай. Аспанмен тілдескен қарағайлар көлге әсем сән беріп тұр. Мына жерде пирсада адамдар суретке түсіп жатыр. Суы мөп-мөлдір.
Көлсайда туристер үшін қайықпен жүзу, катамаран тебу және атпен серуендеу қызметтері бар. Қайықпен серуендеу жарты сағатқа 5000 теңге, атпен серуендеу жарты сағатқа 6000 теңге. Көлдің тереңдігі 38 метр деді, және осы төменгі Көлсай, жоғары Көлсай, орта Көлсайға қарағанда суы мол, өте үлкен көл екендігі айтылды. Біздер достарымызбенен барынша таза ауаны жұтып, осы қыдырудың мүмкіндіктерінің бәрін пайдаландық. Жалпы біздер 1975-1980 жылдары Алматыда Қазақтың мемлекеттік қыздар педагогикалық институтында оқыған студенттеріміз 43 жылдан кейін кездесіп отырмыз. Достар Шымкенттен, Талдықорғаннан, Астанадан, Алматыдан және Атыраудан келдік Көлсайға. Ендігі бағытымыз біздің Қайыңды, одан кейін Шымбұлақ, сол жерлерге қыдырамыз. Біздің екінші маршрутымыз Қайыңды көлі. Қайыңды көліне бару үшін біз жоғарға шығып келе жатырмыз. Енді достарымызбенен, көлігімізбенен біз Қайыңды көліне тартамыз. Бізге Көлсай көлі өте қатты ұнады. Кейбіреулер Көлсайдың табиғатын Швейцариямен салыстырса, кейбіреулер солтүстік Тянь-Шань тауының жауһар деп те атайды екен. Достар, Көлсай көлі туралы сіздерге қызықты да пайдалы ақпарат бердім деп ойлаймын, және бар білгенімменен, көргенімменен бөлістім. Сондықтан сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Осындай қыдырыс сіздерге де жұғысты болсын. Сау болыңыздар.